екеуін екі ақынанам құсап тұрсыңдар ғой. Отағасы, неге жалғыз жатсың? Соны айтам. Бір емес, екі әйелің бар. Біреуісінің қасына жатсаң болады ғой. Қош, сендер ұйқы бермейсіңдер. Біреуін қорылдайсыңдар, біреуін сөйлейсіңдер, біреуін тістеріңді қайрайсыңдар. Кім отсың қайрап жүрген? Енді бізді бәрі жақсы көре бермейді ғой. Тіс қайрап жүргендер көп қой бізге. Сөзден ұстатпайсың, е? Ой, ұсталсан, ұсталып кетейін деп тұрсың ғой. Қалай, Дастан туған күніне дайынсыңдар ма? Иә. Тұрайық онда. Дастан, көмектесшіман, көріп атсың ғой, үлгеремей айтқан. Мен ерігіп отырмын ба мен? Көріп отырсың ғой мені? Ата құттықтап жатыр, соларға жауап жазып жатырмын. Көріп жатырмын, тиктоктап отырсың ғой. Ана, әділетіңде екі бірдей әйел бар. Біреу көмекке жіберсе болады ғой, апар шанан салға. Жарайды. Үлгеремей жатсаң мен онда анау. Үлгерем. Қарашпен сұрасу. Солай болсын. Мен далада күтеме. Аяқ киімін сүртпегенсіңдер ма не? Әсемге айтып едім ғой. Мен де дайындалам деп ұмытып кетіппін, кешіріңіздерші. Не істейміз де осы аяқ киім сүртетін үшіншісін ала саламыз ба? Сенде үлкен сыйлап жол беру деген жоқ па? Автобуспен бара жатқан жоқпыз ғой, үлкен сыйлайтындай. Қойшы, артына отырғың келмейді мен. Мен отырам, тұр былай. Мен отырам. Ей! Немене белек, кішкентай балалар құсап алдына таласып отырсыңдар? Барарда сен отыр, қайтарда сен отыр. Неменеге ұрысып отырсыңдар? Мен отырам дедім ғой. Бұл үйде еркек мен ғой. Мен шешем кім қайқы отыратын, түсіндер ма? Арты шынымен неудобный екен, я? Ал, құрметті отбасылық достар, бүгінгі менің туылған күніме қош келдіңіздер. Мынау дастарханға қойылған дәмнен алып ішіп жеп отырыңыздар. Мына печеныйдан, кстати, мына печеныйды өзім пісіргем. Көріңіз көр. Өзім деп ғой. Мен деп мына Айдана екеуміз сендер келеді деп бүгін кешке дейін дайындалдық ба? Ой, дастарханды өлтіріпсіңдер, я. Кәдімгідей келе салып қойып қалдық қой. Аңдар, ұялмаңдар. Қойсай, жаңадан келін түсіп отыр, ұялмайсың ба? Микош, шалқысамай отырш. Қазір жастардың бәрі осындай шегеді ғой. Сен заманнан қалып кеткесің қойш. Не ма, ананың вкусы қандай? Барбарис, дюшес, холодок. Сәл крепкилау жоқ, Сол мята болмай қалды. Біздің де семья өркениеттен қалыспай келе жатырмыз. Айып етпеңіздер. Алып жеп отыр, жеп отырсың ба? Келгені кеше ғана ұялса болады ғой, Ана Маралда да ұят жоқ ше. Орамалмен кәленшек. Халатпен басын орамал тастамай жүргеніне қарап, біздің енеміз мақтап отырады ше осыны. Ана Марал сияқты болмайсыңдар ма? Қазақтың келіні ұқсап әдемі болып жүрмейсіңдер ма деп. Кәленшегі отырған суретке түсіріп жіберсеңіз енеңізге. Арабтың келіні екен оказывается деп.
Ал енді, құрметті достар, ауызашарға емес туған күнге келіп жатырмыз. Дасекеннің туған күні, тілек айтып, жақсы сөз айтып отырайық. Енді бірінші болып бастайтын, Микош, бір жолың үлкен, бір жағы туысқансың. Бір ауыз Дәкене тілек айтшы. Рұқсат болса, Бауырым, айтам. Айта берейін, Айта берейін. Бауырым, Дас, туған күнің құтты болсын. Қазақта жақсы сөз бар ғой. Айтады ғой. Анау айтады, мынау айтады дей бермей, өзің сөзіңмен айта берші. Туған күнің құтты болсын. Денің сау болсын. Ұрпағыңмен көп жаса. Жасыңа жас. Басыңа береке тіледім. Туған күнің құтты болсын. Туған күніңмен. Сол үшін. Алып қояйық. Давай, алып қояйық. Айтпақшы, біздің Микош ішпейді. Қойып кеткен. Кеше анализ тапсырғалы сөйтіп. Болмайды деді ғой, үйдегі врач, поликлиникадағы врач. Дас, сен шет шығарсың. Ай, енді өзімнің туған күнінде бір үшеміз ғой, конечно, еще. Сенен кейін. Туған күн мене. Мынау енді арасын суытпайық. Адик, енді сен біздің семья үшін орның ерекше досымсың, бауырымсың. Бір өзіңнен де бір жылы лебіз болса деп жатырмыз енді. Рахмет. Айган. Дас, туған күн құтты болсын. Бұл Дастан деген бала кезден араласатын досым. Өтте көңілді, позитивный жігіт та. Аузын ашса жүре көріне. Аузында көп аша берме, жүрекке суық тиіп қалады. Бұл Дастанның бір қасиеті өмірде қартаймайды ғой. Бұл қазір мына туған күн бітеді ғой. Холодильникке барып жатады, азанда холодильниктен шығып, жұмысқа бара береді та. Дас, туған күн құтты болсын. Осы Айдана екеуің бақытты ғұмыр кешіңдер. Кішкентайларың, айтпақшы кішкентайларың қайда? Анау нағашылардың үйінде қыдырып. Қонақтар келеді, мазаламасын деп отырсың ғой. Сол кішкентайлардың артынан ере берсін. Үбірлі шүбірлі болыңдар, жүзге жетіңдер. Енді саған мен ғана айтатын тілек бар, ал мен деп қой. Не деймін? Мен сияқты екі әйел алып, жадырап, жайнап жүре бер. Сол үшін. Дас кел. Дас, алмыз бұчарсың? Қыздар, ішіп өтсін ама? Кел, Дас. Давай. Күшті туған күн болды, Иә, бірақ маған да ұнаған жоқ. Анау Марал мен Айдана қабақтарын тырысып отырды ғой тегі. Олар не үшін тырысып отқан білесің ба? Иә, не үшін? Өйткені олардың арасында бір-біріне деген конкуренция жоқ. Әйелдер не үшін әдемі болып жүресіңдер білесіңдер ма? Не үшін әдемі болып жүреді екенбіз? Әйелдер еш уақытта өзі үшін, байы үшін әдемі болмайды. Әйелдер подругасынан сәл әдемі болып көріну үшін әдемі болады. Сендер не үшін тамақты жақсы пісіріп, үйді таза жинайтындарын білесіңдер ма? Жоқ. Өйткені сендердің араларында конкуренция бар. Сол үшін. Ойбой, Жюри мырза, жүріңіз енді жатыңыз. Жасайын, төсек дайын ба? Дастан, Ау? сен осы жаңа бар ғой, әділет екі әйел ал деген кезде. Ау мен дедің ба? Қашан? Жаңа дастархан басында. Жоқ, жан, мен ана көзіме бір нәрсе түсіп кетті да, сол қышып кеткен екен бүйтіп қасыған шығарым бүйтіп. Сен
байқап жүрші ана екі көзіңді, иә? Ой, қойшан, ашуланбаш болмайтын нәрсеге. Маған сенен басқа ешкім керек емес. Құрсын, өзім саған көмектесем, ыдыс аяқ жуысам, үй жинасам. Содан кейін жан маған мысалға әділет ұстап маған екінші проблема керек емес. Менің өзімде де проблема бар, жетеді маған. Қандай проблема? Кредит айтып тұрмын мен. Соны тез құтылып тастау керек еді. Сөйту керек еді. Біз тарихта тезірек болып жатайықшы болдық. Келіншектер ердің адал жан